Assalamu alaikum, hürmetli Kitçe Karaçayçılar. Har yıl sayın жылны жарымы жеткенлей, biz gazetke жаздыручуларla түбешүү эткенлей турабызда, бүгүн да келгенибизне Kitçe Karaçay районга маганасы oldu. Ма биргеме келген bizne en pakmulu, en ullu kızımız Karaçay Çerkes Respublikanı halk nazmıçısı Mamçulanı Dina. Bugün aytırga izlegenimiz dünyanın başında her zaman da aytkanыбызча жаңыз bir Karaçay gazetimiz vardı. Başkalarına jurnalları vardı, sabi jurnalları vardı, başka gazetleri vardı. Karaçay milletine tarih yolumuz alay bolup Stavropol kraydan ayrılgandan sonra başka madar bolmagalı o kelgeniçe жаңыз Karaçay gazet kelip turatda. Saklar için sıylı ana tilini, jaklar için tarihini, dinini, öksüz kalmaz için jeri milletini жаздыр, oku sen Karaçay gazetini. O sözleri biz har biribizge jetse dep, har birimiz Karaçay gazetini alsak dep, içinde o gazetine жазылған zat, aytılır zat, hayırlı zat bardı dep kölüme keledi. Bu art közü de artıksız da bek Kitçe Karaçay rayonda amanat dep kerti oğlu jetken yaşlarını hayırları bula saatda ol cemaat birleşlik kuralgan etkende ol yaşlı gazetke bek köp жазалла. Artıksız da bek alaga dağan bolup bağana bolup turgan Россия Федерацияны жазуучыларны союзуны члены Ижаланы Умар ол жашланы иннеттерин барысында бірге жиып иген этетте газетке андава мағанасы мындан ары халкыбыз калай жашарга керекти, бүгүнлүктө жетишкен заттарыбыз, жетишмеген заттарыбыз аланы иге этер үчүн халкны жашабы тынчыраак болур үчүн артыксыз да бек бу өлгөндүн үстүндө кубанычтын үстүндө керексиз жоюмлана эткенлени баарысын ачыклап ол жашла көллөрүнө келгенini айтадыла да редакциябызга бир да көп письмо келеди. Ай сау калсынла, калай кетеле бу жашла деп. Аны була бирге başka adamla da Kitçe Karaçay'dan bizge bek köp жазалла письмоланы аланы да мадарга көрө ол издемлерин толтурууга биз күрөшкөн этебиз. Курук Kitçe Karaçay району тил Саулай Карачайдан, Карачай миллеттен келген кагытлага барысына баштан аяк карарга күрөшөбүз. Бир мадары болса, этерге мадары болгон затны бир да кызганып коймойбуз, башыбызны, акылыбызны жеткенине көрө. Алайда сыйлы халкым алында айтқанымча сабилерибиз дүйнөнүн башынан ерип кетмесче, тудукларыбыз ерип кетмесче бул жаңыз газетибизни жаздыра турсак har жол сайын алага ичинде болгон затны окуй турсак ол ашкы затла да барла деп биягында айтканымча аланы сиңдире турсак о заманда миллетибиз köp жылланы ömürlerini mapsagatta şartыча, mapsagatta bolumуча barıp turup деп akılımız alaydı. Allah bergen tilibizne, Allah bergen milletligibizne bizne unuturga erkilligimiz yoktu. Ol zatlanı kültürlük, ol zatlaga dağan bolluk Karaçay gazet ol zatlanı birit da tilekçi biz жаздырыңыз газетке, оқуңыз, көлігізге жетмеген затны айта тұрыңыз. Қуанған жерлеріңізді айтсаңыз, біз андан да бек қуандықпыз. Карачай газетке жаздырыңыз, сыйлы Kitçe Karaçayçılar. Kim de bilgenden milletini millet etken zatlаны biri anı tilidi. Tili bolmagan halk dünyada yaşay almaydı. Til anı araba ganasıdı. Özegidi, sarıcılıgidi. Ol sebepten ne zatta etip yurtubuzda tilimizni saklar için küreşirge kerek biz. Ol küreşini al saflarında bargan bizni Karaçay tilde çıkan Karaçay gazeti bizdi. Büyürlükte Karaçay gazetini har Karaçay üydegi alsa da seyirsini ucuk edi. Alaya bizni milletimiz bir kesek sansızrak etkençe etip daho kesi yurtubuzda eski tarih жерибизде жашайбызда биздин тилибизге да кесибизге да не корку барды дегенче айтып газетни иги сан этип
жаздырмайды. Ол затқа біздің жүрегіміз қиналады. Дүнияны башында хохолықла сансызлық, салмазлық, қиыллық жоқты. Ала адамны ұлы көллілік етелі. Эсин уятын, адебин намысын, шартларын жүклаталла. Ол себептен адам хаманда сақ тұрырға керекті. Бүтін да сөз, шарт та газетні тіліні үсінден барған заманда. Бізні тілібізні арюлығы, байлығы, ұзақ ұзын өмірледен жол салып, жүзлебле жылланы жырып келгені газетні оқуғанла аңлайдыла. Біз газетні тілін бай етерге де, аз түбеген сөзлені хайырландырырға да күрешебіз. Алайтта бағалы газет оқучула. Карачай тілде шыққан газеті бізіне жаздырғыз, алығыз, аны силі көрігіз. Ол сізні үгізде әдет босын, адам сусапны күсегенче, адамла газетні алырға излесілі. Ол затны сізден көрселе, сізні балаларығыз, тудықларығыз да алай етеріклі. Тілі болған халық күшлі болады, оңлы болады, жүрегі бай болады, жүрегі жарық болады. Бізді тіліміз неге керекті, кімге керекті? Қарачай Черкесияның чегінен шыққалылай. Біз ол түрбе қайырландық түл бізде келілі, ұлы жаңылалла. Бүгірлікте жерні үсінде 350 миллион адам сөйлешеді түрк тамаллы тілледе. 3 сөзден бірін аңламаса да, түрк тілледе сөйлешкен миллетлені 4-ші сөзін аңларықты Қарачай тіліні білген. Баласын да, тудығын да Қарачай тілі біле игі сауытландырған адам. Баласын ұлы кең дүнияда түз жүзерге, эркин жүзерге, эркин атларға үретірікті. Алайтта 2019 жылыны 2-ші жарымына жаздыру бұйыл июнь айыны аяғында тамамланады. Ашығығыз ана тілімізде шыққан жаңыз газеті бізге жаздырырға. Ашығығыз аны алып алығызға салып, анда жазылған затланы оқырға. Үгізге құры да игіліктіле, ашқылықла келгеллей, кіргеллей тұрсулла. Сели жамағат газетіне жарым жылға бағасы 433 сомды. Har gitçe Карачайчыны үйіне ол газет кіргені біле бірлі қуанч, берекет насып керсін.